Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біздің тақырыбымыз Қазақстандағы ақысыз және ақылы медицина. Бүгінгі таңда адамдар неліктен ақылы медицинаға жүгінеді? Бұған бірнеше мысалмен түсіндіруге болады. Нақты бір дәрігерге барып қаралу. 2. Ақылы клиника қызметкерлерінің емдеушілерге, пациенттерге деген сыпайы және жылы қарым-қатынасы. 3. Тегін дәрігерге барудың тағы бір шарты. Бірнеше күнді алу мүмкін. Сонымен қатар міндетті түрдегі тіркелу және дәрігерге жазылу рәсімі бірнеше күнге созылып кету мүмкін. Міне, осының бәрі ақылы кеңес алудың пайдасына шешіледі. Алайда сіздің тегін медициналық көмек алуға құқыңыз бар. Бұл көмек бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға беріледі. Бұл тізім мыналарды қамтиды. Жедел жәрдем, жедел медициналық көмек, науқастарды медициналық мекемеге жеткізу, қоғамдық іс шараларда медициналық қолдау және әуел жедел жәрдемі медициналық көмектің бұл түрі медициналық жабдық немесе маман болмаған кезде немесе науқасты тиісті медициналық ұйымға тасымалдау қажет болған жағдайда көрсетіледі. Келесі, амбулаториялық емханалық көмек. Алғашқы медициналық санитарлық көмек. Мамандырылған амбулаториялық емханалық мекемелерде алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету бағытында көрсетілген кеңестік диагностикалық көмек. 18 жасқа дейінгі балаларға стоматологиялық күтім. Жергілікті деңгейде ересектер мен балаларға арналған стационарлық медициналық көмек, оның ішінде оңалту да кіреді. Мамандардың аурудың барлық түрлеріне алғашқы медициналық санитарлық жоспарлы көмек көрсетуі, оның ішінде онкологиялық, нейропсихиатриялық, инфекциялық, офтальмологиялық, хирургиялық, нейрохирургиялық, ортопедиялық, нейрофрологиялық, терапевтік, травматологиялық, дерматологиялық және венерологиялық, жүкті және гинекологиялық науқастар. Сонымен қатар алкогольдік және нашақорлық, туберкулез, қант диабеті, бронхопульмония аурулары бар науқастар. Төтенше және төтенше жағдайлар кезінде туындайтын ауруларға медициналық көмек көрсету. Сонда адамның иммун тапшылығы вирусы жұқтырған науқастарға медициналық көмек көрсету.